Сәлеметсіңдер ме, балалар? 77 сабақ. Достар, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. 44-ші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құра. Әңгімеңде тәуелдеулер және туынды зат есімдерді пайдалан. Қауқар кішкентай кезінен кесте, өрнек тоқуға құмар болды. Оған әжесі көмектесті. Өсе келе ол кілем тоқи алатын дәрежеге жетті. Алмастың өзінің жеке шеберханасы бар. Ол шеберханасында түрлі ою-өрнек салынған ағаш ыдыстар жасайды. Әлия мен Мадина екеуі оюды жақсы меңгерді. Олар оны апасынан үйренді. Екеуі сырмаққа ою салып жатыр. Осы жерде балалар, әжесі деген сөз тәуелденіп тұр. Яғни түбірі әжесі тәуелділік жалғауының үшінші жағы. Сонымен қатар туынды зат есімді пайдалан дейді. Шеберханасы дегенде түбірі шебер, қана, жұрнақ болып табылады. Алысы тәуелділік жалғауының үшінші жағы. Яғни біздің сөйлеміміздің ішінде тәуелдеулі зат есім, туынды зат есім бар. 45-ші жаттығу мәтінді тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Бізге балалар мәтін ешқандай тыныс белгі қойылмаған күні берілген. Сонымен қатар тәуелділік жалғаулы зат есімдерінің астын сызуымыз қажет. Ақши Аминаның ауылы. Ауылда ши өседі. Амина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқыды. Ши тоқу өнер. Балалар, енді қараңыздар, біз тыныс белгісін қойып оқыдық. Ал енді осының ішінде тәуелдеу жалғауы бар зат есімдер табатын болсақ, ауылы, шешесі деген сөздер. Ауылы түбірін аламыз. Ауыл, тәуелділік жалғауының үшінші жағы. Шешесі түбірі шеше, тәуелділік жалғауының үшінші жағы. 46-шы жаттығу сызбадағы ши түрлерін дерек көздерден біліп ал. Шидің балалар бізге 3 түрі берілген болатын. Ақ ши, ораулы ши, шым ши. Ақ ши жүннен оралмаған, құр шиден өзінен тоқылып жасалған төсеніш, немесе киіз үйдің және тұрмыста қолданылатын бұйым. Ораулы ши боялған, жүннен орап тоқылған, мәнерлі әшекей ши. Үшінші, шым ши. Шидің түрлі түсті жүн орау арқылы өрнектеп тоқылған түрі. Не балалар? Бүгінгі сабақта заттардың тәуелденуі мен сонымен қатар туынды зат есімі бар тапсырмалар орындадық. Балалар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.